Hello children, how are you? Today we talk about past continuous. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырып past continuous, яғни созылыңқы өткен шақ. In this lesson, I am going to speak about how to form a past continuous and when to use a past continuous. When to use a past continuous? The past continuous tense is used for showing something was happening at some point in the past. We use this tense to talk about more than one action happening in the past. Яғни, созылыңқы өткен шақты қай кезде қолданамыз? Өткен шақтағы нақты уақыттағы іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. For example, at 1 o'clock we were sunbathing. Яғни, кеше сағат 1-де біз күнге қыздырынып жатқан едік, иә? Келесі, өткен шақтағы созылыңқы екі іс-әрекетті біріктіру кезінде қолданамыз. For example, while I was washing up, he was watching TV. Яғни, мен шомылып жатқан кезде ол теледидар көріп жатқан еді, иә? Бұл жерде яғни бізде екі іс-әрекетті білдіріп тұрмыз, иә? Және де біз past continuous жағында ол екеуін біріктіру арқылы сөйлем жасап тұрмыз, иә? Okay, the next. Созылыңқы өткен шақтағы іс-әрекетпен жай осы шақтың іс-әрекетін біріктіру кезінде қолданады екенбіз. For example, I was sleeping when the rain started. Яғни, жаңбыр басталған кезде мен ұйықтап жатқан едім, иә? Яғни, қазіргі шақтағы, яғни жай осы шақтың іс-әрекетімен созылыңқы шақтың іс-әрекетін біз біріктіру арқылы бір сөйлем жасап тұрмыз, иә? Okay, the next. Қай уақытта қолданылады? Past continuous бізде өткен шақтағы белгілі бір уақытта басталып, сол туралы айтқан кезде де әлі де жалғасып жатқан оқиғаны білдіреді. For example, yesterday at 6 o'clock. Кеше сағат 6-да. Last week from 6 to 8. Алдыңғы аптада сағат 6-дан 8-ге дейін. The next. Yesterday when you came. Кеше сен келген кезде, иә? Okay. The next. How to form a past continuous. Past continuous, яғни бізде past continuous'ын жасалу жолдары, иә? Бізде сөйлемнің үш түрі болады. Болымды, болымсыз және сұраулы сөйлем, иә? Бұл жерде бізде болымды сөйлем, бірінші сөйлем бізде. Болымды сөйлем жасалу жолдары. Subject, одан кейін бізге to be past формасында, was және were. Және одан кейін бізге verb, яғни етістік, және де етістікке ing жалғану арқылы бізде past continuous'тың болымды сөйлем жасалады екен, иә? For example, she was cooking all morning. Яғни, ол таңертең таңғы ас жасады, иә? Жақсы. Келесі болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемде бізде тағы да сөйлемнің басында бізде subject, яғни бастауыш. Бастауыштан кейін бізде to be, past формасында was және were. Және де бізде болымсыз сөйлемде to be-ға бізде not жалғау жалғанады екен. Міндетті түрде, иә? Not жалғау жалғану арқылы біз сөйлемді болымсыз сөйлемге айналдыра аламыз. Not жалғауынан кейін бізде verb, яғни етістік, және де етістікке ing жалғану арқылы жасалады. For example, she wasn't sleeping when he came home. Яғни, ол үйге келген кезде ол ұйықтап жатқан жоқ еді, дейді. Яғни, болымсыздық білдіріп тұр. Жақсы, келесі сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде бізде ең бірінші бізде сөйлемнің басында to be тұрады. Болымды мен болымсызда бізде сөйлемнің басында subject тұрған болса, яғни бастауыш тұрған болса, ал сұраулы сөйлемде бізде сөйлемнің басында to be тұрады, яғни was немесе were, иә? To be-дан кейін бірақ бізде бастауыш тұрады, яғни subject, содан кейін бізде verb, яғни етістік, және де етістікке бізде ing жалғанады. Және де сұрақ белгісі, иә? For example, was she sleeping when he came home? Яғни ол үйге келген кезде ол ұйықтап жатқан беді, иә, бұл бізде сұраулы сөйлемді білдіріп тұр, иә. Жақсы, келесі бізде формуласы. Формуласында бізде to be, иә, to be-ді айттық біз жаңа past формасындағы to be, және де verb, етістік, етістікке ing жалғану, иә. To be-дің бізде екі түрі болады, яғни екі түрде қолданылады. Жекеше және көпше түрде, иә. Жекеше түрдегі есімдіктеріміз бізде I, he, she, it болса, көпше түрдегі есімдіктеріміз бізде you, we, they болады екен, иә. Яғни жекеше түрдегі есімдіктерімізбен бізде was көмекші етістігі қолданылады, иә. Was to be қолданылады. Ал көпше түрдегі есімдіктермен бізде were to be қолданылады екен.
яғни жекеше түрде was, одан кейін бізде verb етістік, және етістікке ing жалғау жалғану арқылы жасалатын болса, көпше түрде бізде were, яғни одан кейін етістік, және етістікке біз ing тағы да ing жалғану арқылы жасаймыз. Келесі. Енді біз өз бетімізбен практикалық түрде сөйлемдер құрау арқылы ары қарай білімімізді дамытайық, иә? Бізде сөйлемнің басында айттық, иә? Бұл бізде болымды сөйлем болсын, иә? Болымды сөйлемде бізде сөйлемнің басында subject тұрады дедік, иә? Subject дегеніміз бізде бастауыш. Бастауыштан кейін бізде міндетті түрде to be тұрады болымды сөйлемде. To be бізде I дегеніміз бізде жекеше түр, иә? Мен деген жекеше түр болғандықтан біз онымен әрине was to be-ін қолданамыз, иә? Сонда бізде I was. Келесі бізде verb, яғни етістік. Етістік бізде sleep болсын, иә? Sleep бұл бізде негізгі етістік болатын болса, past continuous'та бізде етістікке міндетті түрде ing жалғану керек, иә? Сондықтан бұл бізде sleeping болады, иә? I was sleeping yesterday at 6 o'clock. Яғни мен кеше сағат 6-да ұйықтап жатқан едім дейді, иә? Бұл бізде жекеше түрдегі формасына жасадық. Келесі біз тағы да бір көпше түрдегі жасайық, иә? Келесі бізде we. We деген ол біз. Біз деген көпше түр, иә? Біз дегенмен біз әрине were to be-ін қолданамыз, иә? Сонда бізде we were cook. Cook дегеніміз бізде етістік. Етістік негізгі етістік, иә? Яғни past continuous'та біз оған міндетті түрде ing жалғауын жалғаймыз. Сонда we were cooking yesterday at 6 o'clock. Яғни біз кеше сағат 6-да тамақ әзірлеп жатқан едік дейді, иә? Жақсы, келесі. Болымсыз түрінде біз айттық сіздермен, иә? Болымсыз түрінде subject, to be-дан кейін бізде міндетті түрде not сөзі жалғанады дедік, иә? To be-ға. Содан кейін бізде go деген бізде негізгі етістік болса, ing деген бізде жалғау, иә? Міндетті түрде жалғанатын past continuous'та. Сонда бізде қалай болады? I wasn't going home yesterday at 6 o'clock болады, иә? Жақсы, келесі. Болымсыз түріне енді тағы да өз бетімізбен сөйлем құрастырайық. Мысал үшін, mother. Mother дегеніміз бізде қандай түр болады? Жекеше түр, иә? Ана. Яғни жекеше түрмен біз әрине was көмекші етістігін қолданамыз, иә? Mother was бізде negative sentence болғандықтан, яғни болымсыз сөйлем болғандықтан, біз оған әрине not сөзін қолданамыз, иә? Сонда mother was not sleep. Sleep деген негізгі етістік болса, past continuous'та біз оған міндетті түрде ing жалғауын жалғаймыз. Сонда mother was sleeping yesterday at 6 o'clock, иә? Яғни кеше сағат 6-да менің анам ұйықтап жатқан жоқ еді. Себебі бұл бізде болымсыз сөйлем, иә? Жақсы. Келесі. Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем. Қараңыздар, бізде сұраулы сөйлем мен болымды сөйлемнің айырмашылығын айтайық, иә? Болымды сөйлемде бізде бірінші subject, subjecттан кейін to be, was немесе were. Одан кейін бізде go деген біздің негізгі етістік, және етістікке міндетті түрде ing жалғауын жалғаймыз, иә? Сонда I was going home yesterday at 6 o'clock, иә? Бұл бізде болымды сөйлем болған болса, сұраулы сөйлемде біз айттық сіздермен, иә? Was деген бізде міне. To be, яғни көмекші етістік бізде сөйлемнің алдына шығады дедік, иә? Яғни мына жерде I алдында тұрған болса, ал бізде сұраулы сөйлемде бізде to be алдына шығады, яғни was I going home yesterday at 6 o'clock? Яғни сұрап тұр сіздерден, иә? Мен кеше сағат 6-да үйге қайтып жатқан бедім деп сұрап тұр, иә, сіздерден. Яғни сұраулы сөйлемде бізде to be, яғни көмекші етістік сөйлемнің алдына шығу арқылы жасалады. Енді өз бетімізбен сөйлемдер құрайық, иә? Тағы да бұл жерде бізде father. Father деген бізде кім болады? Әке болады, иә? Яғни әке деген бізде жекеше түр, яғни he, әке. Жекеше түрдегімен біз міндетті түрде was to be-ін қолданамыз. Сонда бізде сұраулы сөйлемде to be алдына шығатын болса, бізде was father watching TV yesterday at 6 o'clock. Яғни әкем кеше сағат 6-да теледидар көріп жатқан ба еді? Сұрақ, иә, бұл бізде. Яғни сұрақта біз айттық сіздермен to be сөйлемнің алдына шығады дедік, иә? Жақсы, келесі көпше түрдегі мысал келтіретін болсақ, we. We деген көпше түр, иә? Яғни біз. Сонда бізде to be-іміз were қолданамыз, иә? Яғни өйткені ол бізде көпше түрдегі есімдік. Сонда бізде were we talking yesterday at 6 o'clock. Яғни
Біз кеше сағат 6-да сөйлесіп жатқан ба едік? Сұрақ қойып тұр сіздерге. Яғни бізде сұраулы сөйлем осылай жасалады екен. Жақсы, бүгінгі сабақ барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Today's our lesson is over. Goodbye, children.